Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ, қамыры өте керемет, дәмді пиццаның рецептісімен бөлісемін. Жасап көріңіздер. Видеоны міндетті түрде толық қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Оған бір шай қасық тұзымызды қосамыз. 2 ас қасық қант қосамыз. Одан кейін 1 шай қасық құрғақ ашытқымызды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң бетін пищевой пленкамен жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткен соң біз оған сұйық майымызды қосамыз. Яғни стаканның жартысын қосатын боламыз. Енді тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді біз оған ұнымызды қосамыз. Азғантай ұнымызды қосып, одан кейін тағы да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Тағы да ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз иленді. Міне қолға жабыспайды. Енді қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, барлық жеріне осылай толық жауып шығамыз. Одан кейін қамырымызды жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз. 40 минут өтті, қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды ыдыстан босатып алатын боламыз. Ыдыстан босатып алған соң 2 бөлікке бөлеміз. Біздегі 2 үлкен пицца болып шығады. Пицца пісіретін табамызды сұйық маймен жақсылап майлап шығамыз. Енді оған қамырымызды қойып табамызға қолмен немесе бірінші оқтаумен жайып алып, одан кейін салсаңыздар да болады. Жақсылап жайып шығамыз. 1 келкі орташа қылып жаямыз. Енді салмасына маған қажет заттар: ас көк, майонез, қызанақ пастасы, сыр. Мендегі бұл сыр моцарелла сыры. Басқа да сырларды қолдансаңыздар болады. Енді тәтті жасыл болгар бұрышы және де қызанақ қолданылатын болады. Негізінен сіздер салмасына өздеріңіздің қалауларыңызша қолдансаңыздар болады. Егер де сіздерде бұл заттардың барлығы болмаса, тек қана сыр мен қызанақты қолданып жасасаңыздар болады. Енді біз салмасын дайындаймыз. Табамызға майонез бен томат пастасын екеуін жағып шығамыз. Одан кейін қызанақтарымызды 1 келкетіп барлық жеріне орналастырамыз. Енді біз оған ас көгімізді сеуіп шығамыз. Ас көгімізді сеуіп болған соң, енді біз оған болгар бұрышымызды қосатын боламыз. Бұл пицца міндетті түрде қамыры өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Болгар бұрышын қосып болған соң, тәтті болгар бұрышын қосып болған соң, сырымызды дәл қазір қамыры піскен соң 5 минут қалғанда балқытуға салатын боламыз. Енді біз пиццамызды 180 градуста қысып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Біздің пиццамыз пісті. Енді пиццамызды пышақпен бөліп шығамыз. Егер де сіздер пышақпен бөлмесеңіздер, оған сырын салған соң, ол сыры әдем болып созылмай қалуы мүмкін. Себебі сырын салған соң, пештен шығарған соң, оны кескенде ол созылып тұрмайды. Ең алдымен кесіп аламыз. Одан кейін күштен өткізілген сырымызды барлық жеріне осылай сеуіп шығатын боламыз. Біз сырымыздың барлығын салдық. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 4-5 минуттай сырымызды балқытып шығарамыз.
Біздің пиццамыз дайын, өте дәмді болып шықты. Қараңыздар. Өте дәмді болып сыры созылып тұр. Жасап көріңіздер. Видеоны толық қарасаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сол кезде өте керемет рецепттермен сіздерге міндетті түрде бөлісетін боламын.